Енді келейік, азық-түлік себеті 55.615 теңге, кредиттік төлемдер 80.500, қосу 25.000, 105.500, жол жүру шығындар 21.600, коммуналдық төлемдерге электрлы 27.000, ұялы байланыс интернет тарифы 28.000, балабақша 16.500. Жалпы шығын сомасы қанша шықты? 254.215 теңге. 54.215 теңгені қайдан алады? Бірінші сұрағым, енді қараңыз, бұларды біз есепке алмаған шығындарымыз. Дәрі-дәрмек, дәрумендер, киім, канцеляриялық құралдар, ойыншық, демалыс, ойын-сауық, үй жиһаз, техника, азық-түліктен сиыр еті, қой еті, жылқы еті дегенді мүлдем жемейді, жеміс-жидек дегенді мүлдем жемейді, сарымай дегенді мүлдем жемейді, балық дегенді мүлдем жемейді, кәмпит тағы басқасын мүлдем жемейді. Өзге шаруашылық тауарлардан шампунь, су сабынды мүлдем қолданбайды, крем және тағы басқасын мүлдем қолданбайды. Делік. Енді сіздердің министрліктеріңізге үлкен сұрақ, мен бұны ашық хат қылып министрлеріңізге де әлеуметтік желіден жариялайын. Қалай есептедіңіздер, және осы отбасы қалай күн көреді? Рахмет. Рахмет. Ринат Рифхатұлы, сіздің айтып отқан мәселе, ол мәдениет саласындағы қызметкерлердің жалақысына қатысты. Мәдениет саласы ғана емес, кітапханада істейді, мен анықтап айттым. Екі жоғарғы білімі бар ол кісінің. Жалпы енді бұл азаматтық қызметкерлер санатына жатады. Қазіргі таңда енді президенттің тапсырмасы аясында, сонымен қатар осы еңбек министрлігінің 1193 қаулысы бар ғой. Соның аясында осы азаматтық қызметкерлердің еңбек ақысын қайта қарау бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Ол жерде ол енді жай жоғарылату жұмысы емес, жүйелі түрде әр санаттағы қызметкерлердің Назгүл Ерікқызы, мен сұрағымды қайталап айтам. Мына отбасы, қазір өмір сүріп жатқан отбасы қалай күн көреді, сіздер қалай есептедіңіздер? Андағы жауаптарыңызды жазып ақ жібере саласыздар маған, күндестің жүрмін. Жалпы енді бұл жалақыға қатысты 1193 қаулысы аясында еңбек ақы мәселесі қайтадан қаралады азаматтық қызметкерлерге. Одан басқа бізде өзіңіз білесіз, кедейлік шегінен төмен әр отбасына шаққанда осы табыстың деңгейі жетпегенде атаулы әлеуметтік көмек көрсетіледі. Бұл енді отбасының, нақты отбасы болса, бұл азаматтардың аты жөнін берсеңіздер, біз атаулы әлеуметтік көмек. Бұл бір отбасы емес, Назгүл Ерікқыз, мен қайталап айтам. Бұл Қазақстандағы тұрып жатқан халықтың жоқ дегенде 30%. Ринат, енді сұрақ қойыңыз ғой, түгелі енді жауабын алыңыз. Бұндай жауап бермей ақ қойсын, жазбаша жауап бере салсын. Жақсы, жазбаша жауап береміз. Жақсы, онда жазбаша беріңіз.